Сәлем достар, батпақтанған жазық пен ылғалды экваторлы ормандардың арасымен ағатын оңтүстік Америка құрлығында орналасқан дүние жүзіндегі ең ірі өзен Амазонка өсімдік пен жануарлар әлеміне бай болып келеді. Әлбетте сондай флора мен фаунаның көптігінде қауіпті жағдай бір қадамдай жерде пайда болуы мүмкін. Себебі әлемнің ең ірі өзені өзінде нені жасыратыны белгісіз. Сіздермен бірге Пазл каналы. Бүгін Амазонканың қауіпті тіршілік иелері жайлы айтатын боламыз. Өзіне ең қауіпті жыртқыштарды жинай білген Амазонка әлемнің ең қанды жерлерінің біріне жатады. Мұнда өте қауіпті жәндік пен балықтардан бастап, жақ сүйектері кез келген затты екіге бөліп жібере алатындай күшке ие қолтырауын мен акулалар мекен етеді. Олардың бірі өгіз акула. Өгіз акулалар көбінесе мұхиттың ащы суларында мекендегенімен, оларды тұщы суда да кездестіруге болады. Бұл жыртқыштардың Амазонка нағыстары мен теңізден 4000 шақырым қашықтықта орналасқан Перудегі Икитоси қаласына дейін жеткендігі туралы да мәлімет бар. Тістеу күші 589 килограммға дейін жететін 3 метрлік жыртқыштардың ірі жақтары мен өткір тістеріне ешбір тірі жан төтеп бере алмайды. Ғалымдардың айтуы бойынша, өгіз акулалар ең агрессивті тіршілік иелерінің арасында алғашқы орында тұр. Агрессия, күш, өткір қанжар тәрізді тістері өгіз акуланы Амазонкадағы басты жыртқыштардың біріне айналдырды. Келесі орында ұзындығы жағынан өгіз акулаға еш жұтылмайтын арапайма балығы. Ірі жыртқыштардың қатарына кіретін арапайма мықты қабыршақтармен қапталғандықтан пираньялар арасында өзін емін-еркін сезініп, балықпен және құстармен қоректенеді. Аса ірі балықтың тағы бір ерекшелігі, ол өзге балықтарға қарағанда тек суда емес, сондай-ақ ауада да демала алады. Ол дегеніміз арапаймада желбезектен бөлек басқа тыныс алу мүшелері бар екеніне дәлел. Сүт қоректілерге тән, бірақ примитивті қан тамырлар жүйесі арапаймаға су тартылып, өзен құрғап қалған жағдайда да тірі қалуға мүмкіндік береді. Құрлықта тұрсын, арапайма қою балшықта да мекен ете алады. Бұл ағза ерекшеліктеріне орай арапайма динозаврлердің дәуірінен қазіргі күнге дейін өз тіршілігін жалғастырып келеді. Ал арапайма тәрізді ірі балықтарды оңайлықпен жеп қоя алатын жыртқыштарды білесіз бе? Иә, дұрыс айтасыз, ол қолтырауын. Ал дәл бұл жағдайда ол қара кайман. Ұзындығы кей кездері 6 метрге дейін жететін қара кайманды Амазонка суларындағы ең ірі жыртқыштардың бірі деп сенімді айта аламыз. Өзеннің жағалауына су ішуге келгендер немесе суда жүзіп жүргендер қара кайманның көзіне түспей-ақ қойсын. Ал егер түсетін болса, Амазонка суы қанның түсіне боялатыны анық. Амазонканың тағы бір ірі құбыжықтарының бірі әлемдегі ең ірі жылан болып саналатын әйгілі анаконда. Салмағы 250 килограммға дейін жететін анаконда ұрғашысының ұзындығы 9 метр, ал диаметрі 30 сантиметрді құрайды. Бұл жыртқыштар көбінесе тая суды жақсы көргендіктен негізінен өзеннің өзінде емес, оның тармақтарында мекендейді. Суда жақсы жүзе алатын, әрі терең сүңги алатын таза бұлшық еттерден тұратын ірі жылан кез келген жанды жұтып қорытып жіберуге дайын. Жергілікті тайпалары анаконданы судың рухы және Амазонканың анасы деп атайды. Бразилиялық камшат. Ұзындығы 2 метрге дейін өсетін бразилиялық камшаттар негізінен балықтар мен теңіз шаяндарды жейді. Қоректену мақсатында топтасып шабуылданумен ерекшеленетін камшаттар өздерінен анағұрлым ірі анакондалар мен каймандарды жегені белгілі болғандықтан оларды өзен қасқырлары деп атап кеткен. Амазонкада қауіпті жағдайларда тек бірнеше метрлік жыртқыштар емес, сонымен қатар ұзындығы 1 сантиметрден әрең асатын паразиттер тудыруы мүмкін. Кәдімгі ванделия немесе кандиру. Сыртқы көрінісі өте қарапайым, әрі жыртқыштарға тән болмағанымен, жергілікті халықты үркітетін бұл кішігірім паразиттік жайындар несеп жолы арқылы судағы адамның денесіне кіріп, инелері арқылы ұсталынып шықпай қояды. Яғни суда дәрет сындырған адамның зәріндегі қышқылдар ванделияны қызықтырып, ол зәрдің шыққан жерін тауып, ағзаға кіріп кетіп, адамды іштей қинайды. Құба паку. Адамның тістеріне ұқсас тістерге ие бұл балықтар пираньялар тектес ірі балықтар болып саналады. Алайда пираньяларға қарағанда бұл балықтар жемістер мен жаңғақтарды жейді екен. Құба пакудың бір ерекшелігі оған ағаштан түскен жаңғақ болсын, немесе адамның дене мүшелері болсын бәрібір, ол барлығын жеп қоюға дайын. Сол себептен ол адамдар үшін өте қауіпті жыртқыштардың қатарына енеді. Скумбрия тәрізді гидролик.
ұзындығы 1 метр болатын гидроликті қансорғыш балықтар деп атайды. Бұл балықтардың төменгі жағында ұзындығы 15 сантиметрге дейін өсетін екі өткір азуы бар. Азуларын олар шабуыл жасаған тіршілік иесіне қадалу үшін қолданады екен. Азу тістерімен өздері зақымдалып қалмас үшін олардың үстіңгі жақтарында арнайы тесіктер бар. Электро жылан балықтары. Қуаты 600 вольтке дейін жететін электр разрядты шығара алатын қабілетке ие 2 метрлік құбыжықтар адам үшін өте қауіпті болып табылады. Себебі бұл қуат кәдімгі розеткадан қарағанда 5 есе көп болғандықтан адамды ғана емес, атты да жерге түсіретін күшке ие. Егер жылан балықтар электр разрядын бірнеше рет жіберетін болса, адамның тыныс жолы тарылып, ол есінен танып суға батып кетуі мүмкін. Кәдімгі пираньялары. Амазонканың ең қауіпті жыртқыштары болып саналатын кәдімгі пиранья кез келген адамның бойында үрей тудырары анық. Голливуд фильмдерінде жиі кездесетін бұл жыртқыштар негізінен жемтік жейді. Бірақ олар тірі ағзалармен де қоректенгендіктен екі жағының арасындағы тістеген етті еш жібермейді. Пираньяның біреуінен әрине адам шығыны болмайды. Жалғыз өзі адамды жаралайтын шығар, бірақ өлтіре алмайды. Ал бір топ пиранья балықтарының көп нәрсеге шамасы жетеді. Осы тұста кішігірім сауалнама жүргізіп жіберейік достар. Сіздің ойыңызша қайсысы қауіптірек болып келеді? Бір акула ма, әлде пираньялардың үлкен тобы ма? Дәл қазір біздің ВКонтакте тобымызда өз дауысыңызды екі жыртқыштың біреуіне беріп кете аласыз. Ол үшін сипаттамадағы және бірінші комментарийдегі сілтемеде ВКонтактеден сілтемесін тауып, біздің тобымызға өтіп, өз дауысыңызды беріп кетіңіз. Қай жыртқыш ұтады екен? Әрине бүгінгі видеомызға лайк басып, әлеуметтік желілерде репост жасауға ұмытпаңыз. Ол үшін поделиться батырмасын басу керек. Ал егер сіз пазл арнасына жазылмаған болсаңыз, онда тіркеліп, өз достарын шақырып, мына жерде қоңыраушаны басып кетіңіз. Сонда біздің жаңа шығып жатқан видеоларымызда әрдайым ең бірінші болып көретін боласыз. Сонымен қатар видео сипаттамасындағы және бірінші комментарийдегі сілтемелер бойынша сіз барлық әлеуметтік желілерімізге өте аласыз және алдындағы сауалнамаға өте аласыз. Сондықтан барлық жерге тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыз. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.